Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Мен бүгін сіздерге Гемини фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Ал егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, қазақ тілді арнаны қолдап, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. И поэтому люди — это мишени, а ты — оружие. Фильмнің басы өз саласының кәсіби маманы Генри Браганы көрсетуден басталады. Бұл жерде ол Валерий деген адамның көзін жою үшін шүріппені басуға дайын. Генриге әріптесі Марино көмектеседі, өйткені ол пойызда отыр және өзіне қажетті барлық ақпараттарды береді. Бірақ та Валерийдің артында тұрып қалған кішкентай қыздың кесірінен жоспар аздап бұзыла жаздады. Және кішкентай қыз кеткеннен кейін пойыздың туннельге кіруіне 1-2 секунд қалғанда жігіт шүріппені басып үлгерді. Осыдан кейін Марино жігіттің дәлдігіне таңғалғанын айтты. Марино жігітке түсірілген бейне таспаны көрсетеді. Сонда Генри бұл таспаны өшіріп таста деп айтады. Біраз уақыттан кейін жігіт бұл кәсіпті тастап, тыныш өмір сүруді шешеді. Сонымен қатар жігіттің үйіне Дил деген адам келді. Және өзінің кәсібін тастағысы келетінін осы кісіге де айтты. 72 трупа дал. Это начинает сказываться. Осыдан кейін жігіт қайықты жалға алды. Бұл жерде қайықты жалға беретін Дэнни деген қыз. Және де осы Дэнни жасырын агент болып табылады. Жігітке қайық Джек деген досына жету үшін керек болды. Ол Валерийдің жақсы адам болғанын айтады. Және Генриға Валерий туралы айтылған ақпараттың барлығы жалған дейді. Осы уақыттың бәрінде оны DIA директоры Джаннет бақылап отырды. Әйел Генридің құпия ақпараттарды біліп қоюы мүмкін деп алаңдаулы. Ал осы жердегі Клей деген адам Ластерден бұрынғы жұмысшысының көзін құртуын сұрайды. Генриге қайта оралайық. Ол қайықтың ішінен бір түрлі сым тауып алады. Және осы сым туралы Дэннимен әңгімелеседі. Жігіт Дэнниді DIA-дің тыңшысы деп ойлайды. Бірақ та ол барлығын жоққа шығарды. Және сұрақтарына да ептілікпен жауап береді. Сонда Генри кешірім сұрау үшін қызды кешкі асқа шақырады. Сөйтіп кешкі асқа келгенде жігіт қыздың жасырын агент екенін дәлелдейтін құжатты көрсетеді. Я спалилась. Осылайша кешкі астан кейін екеуі екі жаққа кетті. Дәл осы уақытта Джекті өзінің қайығында біреулер өлтіріп тастайды. Генри де үйіне біреулер кіріп кетті деген хабарды көріп оянып кетті. Және Мариноға үйіңнен қаш деп айтады. Бірақ та барлығы кеш. Мариноны да өлтіріп тастады. Марино. Генри Дэнниге қарай асықты. Өйткені Генриді танитын адамның барлығын өлтіріп жатқан болатын. Осылайша екеуі портқа келді. Бұл жерде алдарынан шыққан жалдамалы жендеттерге де тойтарыс береді. Дэнни жалдамалы жендеттен оларды бұнда кім жібергені туралы ақпарат алды. Это Лассетер. Және осы ақпаратты Генримен де бөліседі. Келесі күні Генри бұның барлығы неден басталғанын білмей басы қатып отыр. Осыдан кейін жігітке көмектесу үшін досы Барон келді. Ал қаланың бір жерінде бұл мәселені Гемини шешеді деп хабарлап отыр. Генри Делге хабарласты. Және ол Валерияның егіздердің зерттеу тобында болғанын айтады. Сонымен қатар Дел егіздердің Клейдің қоластында жұмыс жасағанын айтады. Яғни Генридің бұрынғы бастығының қоластында жұмыс жасаған. Келесі күні Генри өзін аңдып жүрген снайперді байқап қалды. Және снайперді достарынан алыс әкету үшін әдейі көшеге шықты. Көшеде екеуі бір-біріне бірнеше рет оқ атады. Осыдан кейін алыстау жерге барады. Және сөмкесіндегі қаруын алып көздеу әйнегінен қарағанда дәл өзінің көшірмесін көріп таңғалады. Нақтырақ айтқанда өзінің жас кезін көреді. Және бір қызығы кішкентайдың да дәл Генри сияқты қабілеті бар екен. Оның шайқасу әдісі де тактикасы барлығы Генридікіне ұқсайды. Осыдан кейін Генри мотоциклмен қашып кетуді шешті. Бірақ та кішкентай да дәл Генри сияқты мотоцикл мініп оның ізінен қалмайды. Және жолда кішкентай Генриді мотоциклден құлатады. Және екеуі алысып жатқанда бұл жерге полиция келіп қалды. Кішкентай қашып кетті, ал Генриді полициялар ұстап алды. Бірақ та сол күннің өзінде Дэнни өзінің айла тәсілімен Генриді босатып алды. Осы түні олар Юриймен жолығу үшін Будапештке ұшып бара жатыр. Осы кезде Дэнни Генриге әлгі снайпер екеуін қатты ұқсайсыңдар. Ол сенің балаң емес пе екен деп сұрайды. Сонда Генри олай болуы мүмкін емес деп жауап береді. Ал осы уақытта кішкентай Клейдің жанында отыр. Және ол Клейге Генридің қабілетіне қатты таңғалғанын айтады. Алайда әзірге бұл жігіт Генри екеуінің бір адам екенін білмейді. Осыдан кейін егіздер командасының дайындық жасап жатқанын көреміз. Ал Клей кішкентайды Будапештке аттандырды. Будапештте Дэнни кішкентайдың түсіп қалған кепкасы мен Генридің шашын ДНК сараптамасын жасау үшін зертханаға береді. Ал бірнеше уақыттан кейін қыз Генриға әлгі кішкентайдың Генридің баласы емес, дәл оның көшірмесі екенін айтады. Яғни Генридің клоны. Бұны естігенде Генри қатты таңғалды.
Осыдан кейін Генри Юриймен кездеседі. Сонда Юрий Виктор кезінде маған жұмыс жасады дейді. Және де Генридің осы эксперименттің бір мүшесі болғанын айтады. Ал пойыздағы миссияға Генриді араластырғаны Клей Генридің осы себептен жұмыстан шығып, оның орнына ешқандай да аяушылықты білмейтін Генридің клонын жұмсағысы келген. Соның себебінен Виктор экспериментке қатысушы командадан бөлек шығып кеткен. Генри Лассетерінді бопсалау үшін оған адам жібереді. Ал содан кейін Лассетидің өзіне хабарласып, кішкентайды маған бер, ал мен саған Дэнниді беремін. Осылайша екі адамды айырбастайық дейді. Бұл ұсынысқа әйел дереу келісті және жолығатын жерді де айтады. Алайда осы түні кішкентай Дэнниді өзі ұстап алды. Генриге хабарласады да, қызды құтқарғың келсе, осы жерге дереу кел дейді. Және қызды катакомбаға апарып, кіреберіске жарылғыш зат орналастырады. Осыдан кейін Генри келгенде, бұл қақпаннан әрең дегенде құтылады және кішкентайдың өзін қолға түсіреді. Алайда Генри кішкентайды өлтіргісі келмеді. Алайда басқа амал қалдырмайтын болсаң, мен сені ойланбастан атып тастаймын дейді. Сонымен қатар Генри кішкентайға Клейдің кім екенін айтады. Сонымен қатар кішкентай жігітке, сен маған қарап құрастырылып шығарылған жай ғана клонсың дейді. Әрине, кішкентай бұған сенбейді. Сонда Генри осыдан 25 жыл бұрын Клей сені жасап шығару үшін менің қанымды алған деп айтады. Сондағы себеп, мен өсіп қартайып керексіз болғанда, менің орныма сені пайдалану үшін дейді. Осының барлығын естігенде кішкентай секем ала бастады, бірақ та толығымен сенгісі келмейді. Осыдан кейін екеуі төбелеседі, ал нәтижесінде кішкентай тағы да қашып кетеді. Сөйтіп отряд Джорджиға барады. Ал кішкентай болса Клейға келіп, маған барлық шындықты айт деп талап етеді. Сонда Клей барлық шындықты айтып, осыған дейін сенен шындықты жасыруға тура келді. Және саған тек қана жақсылықты тілейтінімді біліп жүр дейді. Түнде отряд айтылған жерге барғанда, кішкентай Генриді өзіне аллергия туғызатын затпен атады. Бірақ сонда да уды қайтаратын дәрі беріп, Генриді аман алып қалады. Прости. Я хотел убедиться. Кішкентай бұның барлығын Генридің жағына өту үшін жасаған және барлығы бірігіп Клейді жеңгісі келеді. Жолда Генри кішкентайға өзінің жас кезі туралы айтып береді және осындай бақытта жүре бермей, өміріңді жаңадан бастап, бақытты ғұмыр кеш дейді. Осы кезде кішкентайға Клей хабарласады және дереу машинадан шық дейді. Өйткені Клейдің адамдары дәл осы көлікті жарып жібермекші. Жарылыстан барон қаза тапты, ал қалғандарының барлығы тірі. Клейдің әскері мекемені қоршауға алды. Генри мен Дэнни екеуі осыншама әскерге қарсы тұруда. Алайда екеуінің шамасы жетпегендіктен, олар тағы да бөтен үйге барып тығылады. Осы кезде кішкентай Клейға келіп, бұл ісіңді тоқтат дейді. Сонда Клей, біз Генриді міндетті түрде өлтіруіміз керек дейді. Бірақ та кішкентай бұған келіспейді. Сөйтіп екеуі төбелесіп кетеді. Сонда кішкентай бірнеше секундтың ішінде Клейді жерге жығып, бірақ та оны өлтірмейді. Осыдан кейін кішкентай ғимараттағы барлық сарбаздардың көзін құртты. Осы кезде басқа бір мықты солдат келеді. Оның киімінің мықтылығы сонша, оған ешқандай да қару әсер етпейді. Алайда соның өзінде оған көптеген шабуыл жасау арқылы сарбазды әрең дегенде жеңеді. Содан кейін оның бетпердесін шешкенде Генридің өте кішкентай түрін көреміз. Осы кезде ортаға Клейдің өзі келді және егіздер проектісінің мақсаты жеңілмейтін мінсіз солдат жасау дейді. Және осылай жасау арқылы көптеген Америка әскерін аман алып қаламыз дейді. Бұны естігеннен кейін кішкентай Клейді өлтірмекші болды. Бірақ та Генри оны тоқтатады. Сөйтіп Клейді Генри өзі өлтіріп тастайды. Осылайша жігіттер егіздер проектісін солаймен жоқ қылды. Ал бірнеше уақыт өткен соң Генри Дэнниге келді. Ал кішкентайға Джексон деген ат береді. Енді кішкентай Джексон болашақта инженер боламын деп шешті. Және осылай жасау арқылы Генридің бала күнгі арманын орындайды. Достар, осымен фильм аяқталады. Егер де шолуымыз ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейікші. Ал келесі шығарылымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болайық.